Бұл өркениеттен бөлігіп қалғандай алыста орналасқан құмды ауыл болатын. Бір қарағанда адамдары аңқау, сенгіш, бәлелікпен ісі жоқ секілді көрінетін. Адам аласы ішіндеп сондайда айтатын болар. Осыдан бірнеше жыл бұрын ауылға Тапалбек атанып кеткен Қапалбек келіншек алып келді. Біреулер ағасының алдын орап, ол не көргенсіздік десе, тілеулестер, жақсылықтың ерте кеші жоқ, бақытты болсын деп жатты. Ата-енесі келін түсіріп, қолдары ұзарып мәз, үлкендері үйленіп қалаға кеткен. Кейінгі екі ұл ғана еді, аяқтары тұсауланбаған. Жас келін сұлу да пысық болып шықты, енесін орнынан қозғамай бар тірлігін тындырып отыратын. Жұрт кішкене бойлы Қапалбекке мынадай сұлу қыздың жар болғанына таң қалатын жігіт. Келіншегін көлеңкесінен де қызғанып, қайнылары қалжыңдаса терісіне сыймай кететін. Ал Айсұлуға Қапалбектің бейнеткештігі ұнағандықтан оның етегінен ұстауды жөн көрген. Маскүнем жатып шер әкесін көріп өскен қыз анасы секілді таяқ жеп өмір сүруді қаламады. Алайда күйеуінің шектен тыс қызғаншақтығы ұнамайтын. Онысымен қоймай, Қапалбек төсек құмар болатын. Айсұлудың күні бойы тырбаңдап тірлік жасап, кешке шаршап құлайтынын түсінбей, оны таңға дейін әурелейтін. Соның салдарынан жас келін жүнжіп азып-тозып кетті. Ол үшін күйеуі төсекте ләззат емес, азап сыйлайтындай болатын. Арада аз ғана уақыт өткенде Айсұлудың аяғы ауырлады. Сонда да күйеуіне тыным жоқ. Оңтайлы сәтті күтіп, келіншегін аңдыған. Ай күні жетіп, келеңдеп жүріп босанды ау байқұс. Күйеуінен әбден мезі болған келін енесіне өзінің қасында ұйықтауын жалынып сұрады. Бірдеңені сезіп жүрген енесі де келісті. Келіншегі күтініп, терлеп 40 күн енесінің қамқорлығында болғанын әрең шыдап күткен Қапалбек 41 күні оны боқтап, ұрысып өз бөлмесіне көшіріп алып кетті. Көзі жаутаңдап Айсұлу енесіне қарайлап кетті. Көп ұзамай қорғана алмаған бүлдіршін келін баласы 3 ай болар болмас қайта көтеріп қойды. Үлкен ұлын енесі өз бауырына алды. Келер жылы екінші ұлы дүниеге келді. Осылайша жылма-жыл босанып, 3-ші перзенті қыз болды. Әбден қалжыраған Айсұлу енесімен барып, әйелдер дәрігеріне қаралып, енді көтермеудің амалын жасады. Қапалбек пен Айсұлудың кенжесі 3-ке келгенде ғана ағалары Манарбек үйленетін болды. Өзінен 10 шақты жас кіші Камшат есімді қызға таңдауы түскен екен. Ата-енесі риза болып, жөн жоралғысымен тойларын жасап берді. Айсұлу өзіне жайлы болғандықтан енесі Манарбек пен Камшаттың еншісін беріп, осы ауылға бөлек шығарды. Сол кездерде ауыл адамдары жаппай мал жинап, үлкен үйлер мен қоралар соғып жатқан. Қолдарынан іс келетін ағайынды екеу алысқа ұзамай-ақ ауылдан нәпақасын тауып отырды. Камшат арасына 2 жылдан салып 5 баланы өмірге алып келді. Ал Айсұлу сол 3 баламен тоқтады. Бұл кезде де Қапалбек жұмыстан қанша шаршап келсе де, сұлу келіншегіне тыным бермейтін. Ол бейшара ошақ басында күйбеңдеп, тірлік жасағансып кеш жатуға тырысатын. Әрі-беріден соң өсіп қалған балаларынан ұялатын. Екі абысын оңаша сырласып қалғанда Айсұлу күйеуінің төсек құмарлығына шағымданатын. Ал күйеуінен 10 жасқа кіші Камшат болса керісінше риза емес екенін айтатын. Қайта керемет емес пе, қатырасың, өмірдің қызығы да сол ғой, бәсе, қашан көрсем құлпырып тұрасың, қартаятын түрің жоқ, қайнымда екен ғой бар мәселе деп қулана күлді де, артынша қабағын түйіп, біздің бай кеш келетте, басы жастыққа тие сала қор етет, бітірген еш тірлігі жоқ, таңертең ерте тұрып кетет, мен жатамын дөңбекшік деді. Қойыңызшы, жеңеше шаршайтын болар, кешке дейін күннің астына кірпіш қалау оңай дейсіз бе деп басын шайқады Айсұлу. Айсұлу, басқа түсінбейсің, одан 3 жас кіші қайным тынбайды деп отырсың ғой, екеуі кешке дейін бірге жүр ғой, ол неге шаршамайды деп ренжи сөйледі абысына. Сонымен бұл тақырып бойынша ойлары сәйкес келмеген екі келін үйлеріне тарасты. Соңғы кездері енесінің мазасы болмай жүргенін Айсұлу байқаған, бірақ аңдыған ауру табан асты алып тынат деп ойламаған. Ішкі ағзасынан жазылмайтын дертке душар болған анасындай болған алтын енесі мына өмірді қимаған күйді кете барды. Әбден қалжыраған Айсұлу енесімен барып, әйелдер дәрігеріне қаралып, енді көтермеудің амалын жасады. Қапалбек пен Айсұлудың кенжесі 3-ке келгенде ғана ағалары Манарбек үйленетін болды. Өзінен 10 шақты жас кіші Камшат есімді қызға таңдауы түскен екен. Ата-енесі риза болып, жөн жоралғысымен тойларын жасап берді. Айсұлу өзіне жайлы болғандықтан енесі Манарбек пен Камшаттың еншісін беріп, осы ауылға бөлек шығарды. Сол кездерде ауыл адамдары жаппай мал жинап, үлкен үйлер мен қоралар соғып жатқан. Қолдарынан іс келетін ағайынды екеу алысқа ұзамай-ақ ауылдан нәпақасын тауып отырды.
Кәмшат арасына 2 жылдан салып 5 баланы өмірге алып келді. Ал Айсұлу сол 3 баламен тоқтады. Бұл кезде де Қапалбек жұмыстан қанша шаршап келсе де сұлу келіншегіне тыным бермейтін. Ол бейшара ошақ басында күйбеңдеп тірлік жасағансып кеш жатуға тырысатын. Әрі берден соң өсіп қалған балаларынан ұялатын. Екі абысын оңаша сырласып қалғанда Айсұлу күйеуінің төсек құмарлығына шағымданатын. Ал күйеуінен 10 жасқа кіші Кәмшат болса керісінше риза емес екенін айтатын. Қайта керемет емес пе, қатырасың, өмірдің қызығы да сол ғой, бәсе, қашан көрсем құлпырып тұрасың, қартаятын түрің жоқ, қайнымда екен ғой бар мәселе деп қулана күлді де, артынша қабағын түйіп, біздің бай кеш келетте, басы жастыққа тие сала қор етет, бітірген еш тірлігі жоқ таңертең ерте тұрып кетет, мен жатамын дөңбекшік деді. Қойыңызшы, жеңеше шаршайтын болар, кешке дейін күннің астына кірпіш қалау оңай дейсіз бе деп басын шайқады Айсұлу. Айсұлу, басқа түсінбейсің, одан 3 жас кіші қайным тынбайды деп отырсың ғой, екеуі кешке дейін бірге жүр ғой, ол неге шаршамайды деп ренжи сөйледі абысына. Сонымен бұл тақырып бойынша ойлары сәйкес келмеген екі келін үйлеріне тарасты. Соңғы кездері енесінің мазасы болмай жүргенін Айсұлу байқаған, бірақ аңдыған ауру табан асты алып тынат деп ойламаған. Ішкі ағзасынан жазылмайтын дертке душар болған анасындай болған алтын енесі мына өмірді қимаған күйді кете барды. Босаға аттағалы 100 шайысып көрмеген енесінің өлімі Айсұлуға басқаларға қарағанда ауыр тиді. Кәмшат келгелі бөлек тұрғасын ба, енесіне аса жақын емес болатын, сондықтан қабырғасы қайысып қайғыра қоймады. Ал Қапалбектің анасын қаншалықты жақсы көретінін ел аяғы басыла сала Айсұлуды төсекке сүйрегеннен ақ байқауға болатын еді. Не деген арсыз едің, анаңның топырағы кепкен де жоқ қой деп ызалана жылады Айсұлу. Жасы келген кемпір өлді деп табиғи қажетімізді өтемейміз бе? О, несі, асарын асап, жасарын жасады. Не арманы бар ет деп кекетіп күлді күйеуі. Үйленгелі осы маған жаның ашыған емес, нәпсіңе ие бола алмаған бейшарасың. Не деген аш көз едің, сезіммен жұрдай бәле екенсің, сен түгілімен қайғырып отырмын деп жылады Айсұлу. Одан кейін күйеуіне сөз шығындағысы келмеді. Онсыз да суыған көңілі одан әрі салқындай берді. Қазақтың салтына сай енесінің бар кәдесін жасап болғанда, жалғыздықты көтер алмай, балаларға жаутаңдаудан қажыған атасы да күрт нашарлап өмірден өтті. Енесіндей жақын тартпаса да, бар тірлігін мақтап көтермелеп отырған атасы кеткенде де Айсұлу әбден жылады. Ес білгелі маскүнем әкенің маңдайынан сипап мейірленгенін көрмеген ол атасының қарағым деген жалғыз ауыз сөзіне марқайып қанат біткендей қуанып қалатын еді. Енді екі қымбат адамы да жоқ, Қапалбектің нәпсі құмарлығына да ата-енесі үшін төзіп жүргенде еді. Шындап келгенде ортақ әңгіме де жоқ екен екеуінде. Тұрмысқа жастай шыққан Айсұлу не оқи алмады, не жұмыс жасамады, балаларының алды оқу бітіріп жатыр. Күйеуіне қалаға көшу туралы айтып еді, көнбеді, арты үлкен ұрысқа айналып, ата-анасы барда Айсұлуға қолының ұшы тимеген Қапалбек оны ұрып тастады. Өмірі шекең тырысып жүреді, әйел болып қылымсуды білмейсің, қала екен ғой көксегенің, кет, құра, өзің бар қалаға, сол жақта нақсүйірің бар болар деп айқайлады. Ол көзі шатынап, адам кейпіндегі айуаннан шошыған Айсұлу өсіп қалған 3 баласын алып, азғантай киімдерін жинап ауылдан басып бүтін кетті. Бұлай сынасырға шауып, жуас келіншегі кетіп қалар деп ойламаса да, оны тоқтатуға көкірегі жібермей Қапалбек жалғыз қала берді. Арада 5-6 ай өтсе де арттарынан іздеп бармады да. Балалары да одан күдер үзді. Айсұлу балаларын алып кеткен соң көп қиналды. Мұздай суға қолын салып еден жуушы болды. Ақ қар көк мұзда табанынан сыз өтіп саудада жасады. Ақыры қызы оқуға түскен жылы өкпесі қабынып, жап-жас қалпында қыршыннан қиылды. Қолдары ауыздарына жетсе де, бағыт-бағдар беріп отыратын анаға зәру балалары қалды шырылдап. Іздеп келейін деген әке де жоқ, бұл уақытта Кәмшаттың да балалары ер жетіп қалған. Күйеуі Манарбек өмір бойы құрылыс жасап, әбден денсаулықтан айырылған еді. Оның төсекте қауқарсыз екенін жиі қайталап, Кәмшат намысына тиіп болды. Содан болар соңғы кезде ішкілікке әуес болып алды. Айсұлудың өмірден өткеннен хабары жоқ, Қапалбек оған әлі ашулы болатын. Оған ерегісіп үйленіп алмақ еді, Кәмшат тоқтата берді. Қайнысының жалғыз күйде жағдайы болмайтынын айтып үйге жиі шақырып алатын. Манарбектің үйге келді деген аты болмаса аузынан ақ ит кіріп, қара ит шығып мас күйде күңкілдеп жататын.
Кезінде Айсұлудың Қапалбек туралы айтқандары есіне түссе, Камшаттың денесі бір ысып, бір суып мазасы қашатын. Түні бойы қайнысын ойлап есі кететін. Ол үйленемін десе үзілді-кесілді қарсы болатын. Оны әйелдерден қызғанатын. Ауылдағы тура жолдан тайған келіншектердің ешқайсысы Қапалбектің бетін қайтарған емес. Мұны білетін Камшаттың қызғаныштан іші тырналатын. Қапалбек қанша төсек құмар болса да жеңгесіне шапқан емес. Үйде еңгезердей болып домалап жатқан ағасынан именді ме, жеңгесі әйел ретінде қызықтырмады ма? Онысы өзіне аян. Қанша жылдан бері ішкіліктен басалмаған Манарбектің де талқаны таусылды. Қыздарының алды тұрмысқа шығып кеткен соң бауыры езіліп кеткендіктен қайтыс болып кетті. Камшат кіші ұлы мен қызы үшеуі қалды. Күйеуінің жылы өткен соң ағайын туыс екеуін әмеңгерлікпен қосар деп үміттенген. Оған екеуі де жас емес. Сондықтан ол туралы ешкім сөз қозғамады. Жағада қалған балықтай шөлі қанбаған Камшат қалды 40-тан енді асқанда. Түн баласы өзін өзі сипалап өлердей болады. Басқа еркектер айналшақтап көріп еді, бар ойы Қапалбек болған, ол ешкімді жолатпады. Жеңгесі жесір қалған соң Қапалбек отынын жарып, сынған жерлерін жөндеп беріп, тамақ ішіп кетіп жүрді. Бірақ артық қимылға барған емес. Бұдан әрі шыдай алмаған Камшат қайнысының алдына жасанып шығып, жорта сипап өтіп қылым суға көшті. Онысы зая кетпеді. Төсектесе бар дүниені ұмытатын қайнысы қораға ертіп барып ағасынан қалған жәдігер жеңгесін әбден аунатты. Бірақ болары болып бояуы сіңген соң есін жиып тез жиналып кетіп қалды. Содан кейін бұл үйге көпке дейін жолымай кетті. Қанша жыл арманы болған қайнысының от құшағын бір көрген Камшат енді тоқтай алмады. Ұзын құлақ арқылы естіп білетін тәуіп кемпірді тауып алып, Қапалбекке дуа жасатып алды. Беттің арын белге түйіп оны тамаққа шақырды. Әкелген дуалы дүниесін тамаққа қосып берді. Бітті, содан бері Қапалбекке ешкім керек емес. Бар аңдығаны Камшат, тіпті некелі жары секілді оны қызғанатын болған. Оған да керегі сол. Жас қыздай майысып сыланғанда балаларынан да ұялмайтын. Қолдағы ұлы мен қызы қалаға оқуға кеткенде бұлар бірге тұрды десе де болады. Аядай ауылда тұрса да ұялған жоқ. Өсекке ілініп күнәлары жария болып жатса да ешкімнен қымсынар емес. Нәпсінің құрсауына түскен екеуге керегі тек төсек ләззаты ғана секілді. Әке-шешесінің мұны көрмей кеткені қандай жақсы болған десті жұрт. Бейшара Айсұлу өте көрікті еді. Қор болдауы мына Тапалбек деп жандары ашып жатты кейбіреулердің. Бұл кезде Айсұлудың үлкен ұлы әкесін іздеп ауылға келген еді. Қапалбекке анасы енді жоқ екен айтып, өзімен бірге кетуін сұрап еді. Ол көнбеді. Ұлы ауылдастарының кеңесімен тәуіпке барған екен. Әкең дуаланған. Ауылдан 300 шақырым ал шықса дуасынан арылады деген екен. Қапалбек бір рет болсын баруға келісім бермепті. Қырсықтығы ма, дуаның күші қатты ма? Ол жағы белгісіз. Балалары оқуларына аяқтап белді қызметкер болған екен. Аналары бейшара ол күнді көре алмай кетті. Бас көз болып отырар деген әкенің түрі мынау. Ата сақалы аузына түссе де аңдығаны түрілген етек қана. Баласы амал жоқ басы салбырап үміті үзіліп кері қайтты. Кезінде анасына бекер кінә артқанын түсінді. Әкесі ешқашан өзгермейді екен. Ал Камшаттың қыздар ана болып жатыр. Арасында немерелерімен келіп тұрады. Анасы мен ағаларының ұятты тірлігінен олар да хабардар. Бірақ батырып ештеңе айта алмайды. Әке-шешең жынды болса байлап бақтың кері. Олар туралы бүгіл ауыл құлағдар болған. Бұл тұрғыда пікірлер екіге айырылып жатады. Үлкендер бетін шымшып, жүздеріне түкіруге даяр болып отырса, жастар жағы екеуінің үйлене салғандары дұрыс екенін айтып жатады. Ал бұлар бадаларынан ұяладымыз. Мейлі, бұл олардың тағдыры, жеке өмірі. Дегенмен Камшат секілді әйелдердің кесірінен жесірдің бәрі көрінгенге етек ашатындай болып көрініп тұрады.